баршаңызға бүгін үй жағдайында осындай табаға нан пісіретін боламын. Қабыл алыңыздар. Оған керекті жылы су. Бір жарым жасап аламыз. Бір жарым қасықтай дрож. Шекер, бір қасық шекер саламыз. Оны жақсылап араластырып, 2-3 қасық ұнменен араластырып қоямыз. Жақсылап араластыру керек. 5 минуттай қойып қоямыз. Одан ұнымызға 1 қасық тұзымызды саламыз. Манағы дайын тұрған апорымызды құйып, қамырымызды илейміз. Кішкене жыл су менен. Қамырымыз осындай жұмсақ болу керек. Қолымызды суға батырып тұрып, ең қандыруымыз керек, өйткені қолға жабысады. 10-15 минутта тез ашитын болады. Көтерілген соң екінші қайтара тағы да суменен ең қандырып аламыз. Осылай көтеріледі. Осындай жұмсақ болу керек қамыр. Енді 2 таба бірдей болу керек, алюминовый. Сол табамызды қыздырып газдың үстіне, жылы суға үлкен қасықпенен тұз салып, араластырып, қызып тұрған бір табамызға сеуеміз. Өйткені нанды сол табаға салып пісіретін боламыз. Нанды жақсылап ұстап тұрады тұзды су. Осылай жабыстырып аламыз. Кішкене бір жарты секундтай қойып, газы жағып, оған екінші қысып тұрған табаға аударуымыз керек. Енді деген нанымыздың бетін кішкене қарап тұруымыз керек, күйіп кетпеу үшін. Піскен нанымыз осылай болып шықты. Асты тұздылау болса, астын кішкене суменен кетіріп жіберсеңіздер болады. Осындай жұмсақ табанан шықты. Қабыл алыңыздар.